Армысыздар, құрметті көрермен, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз брифингті бастаймыз. Алдағы бір сағатта қаңтар оқиғасы тергеу барысы туралы ақпарат аламыз. Саламыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін. Бас прокуратураның бірінші қызмет бастығының орынбасары Қилымжанов Елдос Тоқтасынұлы және Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі тергеу департаменті бастығының орынбасары Мұхтар Қожаев. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Елдос Тоқтасынұлы, алғаш сөз тізгіні өзіңізде, мархабат. Рахмет. Құрметті азаматтар, бас прокуратура қаңтар оқиғаларына байланысты қылмыстық істерді тергеу барысы туралы хабарлауды жалғастыруда. Жалпы осы оқиғалардың нәтижелерінде елімізде 5000-нан астам сотқа дейінгі тергеп тексерулер тіркелді. Қиратулар, мемлекеттік объектілерде өртеу, мүліктерді жою және терроризм актілері Алматы, Шымкент қалаларында, Ақтөбе, Атырау, Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Шығыс Қазақстан облысында жасалғаны белгілі. Сол қайғылы күндері қылмыскерлер әскерлерге шабуыл жасап, жолдың жүру бөлігін жауып, автокөліктерді өртеп, азаматтарды тәртіпсіздікке қатысуға көндірген және тонаулар жасаған. Қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуді бұғаттау үшін олар полиция органдарының ғимараттарына шабуылдар жасады. Бүгінгі күні арнайы прокурорлардың іс жүргізуінде жаппай тәртіпсіздер бойынша 53 және терроризм актілерімен 32 қылмыстық іс бар. Тергеу әрекеттерінің аяқталуына қарай істер сотқа жолдануда. Алматы қаласында арнайы прокурорлармен 3 азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру аяқталды. Олар жаппай тәртіпсіздерге қатысқаны, мемлекеттік органдардың ғимараттарына шабуыл жасағаны және билік өкілдеріне күш қолданғаны үшін күдіктелуде. Қаңтардың 4-нен 5-не қараған түні аталған қылмыскерлер Алматы қаласының орталық алаңында болып, басқа адамдармен топтаса полицияның 42 қызметтік автокөліктерін қиратты. Қол жетімді құралдармен қаруланып, құқық қорғау қызметкерлеріне қатысты зорлық-зомбылық жасады. Содан кейін әкімдік ғимараттарына шабуыл жасауға және өртеуге белсенді түрде қатысты. Олардың осы қылмыстарға қатыстылығы бейне камера жазбаларымен, куәлердің жауаптары және сараптамалық зерттеулермен расталады. Қылмыстық іс айыптау актісімен негізден қарау үшін сотқа жолданды. Қалған қылмыстық істер арнайы прокурорлармен дәлелдемелерге жинау және барлық қатысты адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту бойынша жан-жақты жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күні 8 өңірде 30 мыңнан астам тергеу әрекеттері жүргізілді. 4 мыңнан аса сот сараптамалары тағайындалды. Міндетті тергеу әрекеттері қылмыстарға әр қатысушының рөлін анықтау, оның әрекеттерін объективті бағалау және заңды процестік шешім қабылдау үшін жасалады. Қазіргі уақытта 349 күдікті адамдар қамауда. Олардың қиратуларға, ғимараттарды өртеуде, қаруларды жымқыруда, мемлекеттік объектілерге және құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қарулы шабуыл жасауда белсенді түрде қатысқаны анықталды. Әрбір қамауға алынған адам бойынша олардың қылмыстарға қатыстылығы туралы жеткілікті мәліметтер бар. Барлығы қаңтар оқиғалар бойынша сотқа 479 қылмыстық іс жолданып, олар бойынша 545 адам сотталды. Нақты бас бостандығынан айыру жазасын билік өкілдеріне қатысты күш қолданған, мүліктерді зақымдауға байланысты ауыр қылмыстарды жасағандар, сондай-ақ залалды өтемеген және өтелмеген соттылығы бар 83 сотталушы бар. Сонымен қатар процестік келісім институты кеңінен қолдануда. Аталған рәсім шеңберінде Ақтөбе облысында 3 күдіктіге қатысты айыптау үкімі қабылданды. Анықталған мән-жайлар сәйкес 5 қаңтар аталған адамдар бұғаттау және қызметті тоқтату арқылы Ақтөбе қаласының халықаралық әуежайын басып алған. Нәтижесінде стратегиялық объектінің жұмысын 2 тәуліктен астам мерзімге тоқтатылып, ішкі және халықаралық рейстер кешіктіріліп, айтарлықтай залал келтірілген. Сотпен олар түрлі жазаларға сотталды. Басқа жағдайда Алматы облысында
процесстік келісім бойынша Талдықорған қаласындағы жаппай тәртіпсіздердің 5 белсенді қатысушысы шартты жазаларға сотталды. Бұған дейін хабарланғандай, сол күндері жаппай тәртіпсіздерге Қазақстанда тыйым салынған ДВК көше экстремистік ұйымның жақтаушылары белсенді қатысты. Шымкент қаласында сот үкімімен осы ұйымның 3 ұстанушылары 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Олар жаппай тәртіпсіздерге қатысуға шақырумен шектелмей, өздері қиратулар мен мемлекеттік мүлікке зақым келтірумен ұштасқан қалалық әкімдік ғимаратына шабуыл жасады. Сот актісі заңды күшіне енген жоқ. Ұрланған атыс қаруларын анықтау жұмыстары белсенді жүргізілуде. Шымкент қаласында ұлттық қауіпсіздік комитеті органдары ішкі істер министрлігімен бірлесіп жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде Түркістан облысының 2 тұрғыны ұстады. Олардан Камерат аңшылық дүкеннен ұрланған 2 сайға 12 карабині, пневматик мылтық табылды. Таразда қару сақталған қойма табылды. Одан Жамбыл облысы полиция департаментінен ұрланған 1 Калашников автоматы, 2 Макаров тапаншасы, штурм шабуыл мылтығы, 1 граната және оларға оқ-дәрілер алынды. Жалпы ел бойынша құқық қорғау органдары мен қаңтар оқиғалары кезеңде ұрланған 846-дан астам ойық және тегіс ұңғылық қару табылды. Ұрланған қарудың 2000-нан астам бірлігі әлі де қылмыскерлердің қолында екен. Бұл ықтимал қауіпті төндіретін атап өткен жөн. Осыған байланысты заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды өз еркімен тапсырған адамдар, егер олардың әрекеттерінде өзге қылмыс құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады. Бұл ретте адамды құқық қорғау органдары қарумен ұстап алған жағдайлар ерікті түрде тапсыру деп танылмайды. Қазіргі уақытта жекелеген адамдар әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы заңсыз талаптар қойып, қабылданған процестік шешімдермен келіспендіктен тергеуге қысым көрсету мақсатында қылмыстық істердің тергеу барысында араласуда. Қылмыстық процестік заңнаманың талаптарына сәйкес тергеу әрекеттеріне қатысуға адамдардың нақты тізбесі рұқсат етіледі. Бұл адвокаттар, қорғаушы тараптың заңды өкілдері, жәбірленушілер, олар прокуратураға да, тергеу сотына да, тергеу органының іс әрекетіне өтініш хат, шағым беруге құқы бар. Бұл тұрғыда қылмыстық процестік кодексі мен процестік шешімдерге, сондай-ақ тергеу органдарының әрекеттеріне, оның ішінде мамандырылған тергеу соттары арқылы шағым жасаудың нақты тәртібі айқындалған. Осыған байланысты қылмыстық процеске қатысушылар мен қорғаушылардың назарына заңның көрсетілген нормаларын қатаң сақтауға шақырамын. Прокуратура органдары барлық қылмыстық істер бойынша қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтарын сақтауды қамтамасыз етуде екен тағы да атап өтемін. Бас прокуратура мен қылмыстық істерді тергеу кезінде құқық қорғау және арнайы органдарының қызметіне араласқаны үшін жауаптылық туралы бірнеше рет ескертінен ерекше айтып өткім келеді. Өзге адамдардың сотқа дейінгі тергеу барысында араласу әкімшілік және қылмыстық жауаптылығы көздейді. Құрметті азаматтар, бізбен тергеу әрекеттерін жүргізу барысында азаматтардың құқықтарының сақталу және заңдылық қамтамасыз етілуде. Жаңа мән-жайлар анықталғанына қарай, олар жұртшылықтың назарына жеткізілетін болады. Ресми дерек көздерге ғана сенуді сұраймыз және жалған мәліметтерді таратпауға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет. Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура продолжает информировать о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями. В целом, по стране в результате указанных событий зарегистрировано более 5000 досудебных расследований. Как известно, погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкент,
в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. В те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках, совершали мародерство. Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка ими совершены нападения на здания органов полиции. На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд. В городе Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении 3 граждан. Они подозреваются в участии в массовых беспорядках, нападении на здания государственных органов и применении насилия в отношении представителей власти. Так, в ночь с 4 на 5 января указанные преступники, находясь на центральной площади города Алматы, в группе с другими лицами совершили погромы 42 служебных автомашин полиции. Вооружившись подручными средствами, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата. Их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. По остальным уголовным делам специальными прокурорами проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности. На сегодня в 8 регионах страны проведено более 30 тысяч следственных действий. Назначено свыше 4 тысяч судебных экспертиз. Производство обязательных следственных действий необходимо для выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения. В настоящее время под стражей содержится 349 подозреваемых лиц. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям. Всего по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц. Реальные сроки лишения получили 83 подсудимых, которые совершали тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого не возместили ущерб и имели непогашенную судимость. Также широко применяется институт процессуального соглашения. В рамках этой процедуры в Актюбинской области в отношении 3 подозреваемых уже состоялся обвинительный приговор. Согласно установленным обстоятельствам, 5 января указанные лица совершили захват международного аэропорта города Актобе путем блокирования и приостановления его деятельности. В результате работа стратегического объекта была заморожена на 2 суток. Задержаны внутренние и международные рейсы. Причинен значительный ущерб. Судом они приговорены к различным мерам наказания. В другом случае в Алматинской области к условным срокам наказания осуждены 5 активных участников массовых беспорядков в городе Талдыкурган, с которыми также заключены процессуальные соглашения. Как ранее сообщалось, в те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации ДВК «Койше». В городе Шымкент приговором суда 3 приверженца этой запрещенной организации осуждены 3 годам лишения свободы. Они не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся с погромами и повреждениями государственного имущества. Судебный акт в законную силу не вступил. Активно ведется работа по обнаружению похищенного огнестрельного оружия. В городе Шымкент органами КМБ совместно с МВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны 2 жителя Туркестанской области, у которых обнаружены похищенные из охотничьего магазина «Камерат» 2 карабина Сайга-12 и пневматическое ружье. В Таразе обнаружен схрон с оружием, из которого изъяты похищенные из департамента полиции Жамбылской области 1 автомат Калашникова и 2 пистолета Макарова, штурмовая винтовка «Штурм», 1 граната и боеприпасы к ним.
В целом по стране органами правопорядка обнаружено более 846 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, украденного в период январских событий. Отмечаем, что более 2000 единиц похищенного оружия до сих пор находятся на руках у преступников, что представляет потенциальную угрозу. В этой связи напоминаем, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях нет состава иного преступления. При этом добровольной сдачей не признаются случаи, когда лицо уже задержано с оружием органами правопорядка. В настоящее время отдельные лица через социальные сети и СМИ, выдвигая незаконные требования, вмешиваются в ход расследования уголовных дел с целью оказать давление на следствие из-за несогласия с принятыми процессуальными решениями. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства к участию в следственных действиях допускается исчерпывающий перечень лиц. Это адвокаты, законные представители стороны защиты, потерпевшие, которые имеют право подавать ходатайство, жалобы на действия органа уголовного преследования. При этом нормами Уголовно-процессуального кодекса определен четкий порядок обжалования процессуальных решений, а также действий следственных органов, в том числе и через специализированные следственные суды. В этой связи обращаю внимание участников уголовного процесса и защитников на строгое соблюдение указанных норм закона. Еще раз отмечаю, что органами прокуратуры по всем уголовным делам обеспечивается соблюдение прав участников уголовного процесса. Особо подчеркиваю, что Генеральной прокуратуры неоднократно упоминалось об ответственности за вмешательство в деятельность правоохранительных и специальных органов при расследовании уголовных дел. Вмешательство иных лиц в ход расследования предусматривает административную и уголовную ответственность. Уважаемые граждане, нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий. По мере установления новых обстоятельств они будут доведены до сведения общественности. Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения. Благодарю за внимание. Спасибо за предоставленную информацию, уважаемые зрители. Я напомню, перед вами выступал заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Ильдос Кылымжанов. Следующее слово хочу предоставить заместителю начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан Мухтару Кожаеву. Мухтар мырза, сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Құрметті азаматтар, өз кезегінде ішкі істер министрлігінде қаңтар оқиғаларының себептерін анықтау барысында қажетті тергеп тексеру жұмыстарын жалғастыруда. Бүгінгі таңда ішкі істер органдары тергеушілерінің өндірісінде 381 қылмыстық іс бар. Олар бойынша қазір небары 10 адам ғана қамауда ұсталуда. Істердің бұдан біраз бұрын аталған санынан азаюы қазіргі таңға дейін көптеген қылмыстық істер бойынша түпкілікті процестік шешімдер қабылданғанымен түсіндіріледі. Мәселен, қазіргі уақытта 589 күдіктіге қатысты 359 қылмыстық іс айыптау актісімен сотқа жолданды. Олардың көпшілігі жаппай тәртіпсіздіктер барысында ұрлық жасағаны, қаруды ұрлағаны және заңсыз сақтағаны, көлік құралдарын заңсыз айдап кеткені, тонау және бұзақылық жасағаны үшін жауапкершілікке тартылуда. Сотта қарау нәтижелері бойынша 460 адамға қатысты үкім шықты. Оның ішінде 371 адам бас бостандығынан шектелді, 4 адам қоғамдық жұмыстарға тартылды, 5 адамға айыппұл салынды, ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған үшін 80 адам бас бостандығынан айыруға сотталды. Одан басқа келтірілген шығынды өтеуіне және тараптардың татуласуына байланысты соттар 13 адамды қылмыстық жауапкершіліктен босатты. Қазіргі таңда соттардың өндірісінде 116 сотталушыға қатысты 55 қылмыстық іс қаралуда. Бұның алдында атап өткеніміздей, тергеу органдарының басты міндеттерінің бірі ол жаппай тәртіпсіздіктер барысында зардап шегіп, кейін жәбірленуші болып танылған азаматтарға келтірілген шығынды өндіруді қамтамасыз ету. Осы бағытта қабылданған шаралардың нәтижесінде азаматтар мен бизнес субъектілерінің 343 миллион теңгеден астам сомаға бағаланатын ұрланған мүлкі табылып алынды. Оның ішінде 12 автокөлік, 317 тұрмыстық техника, 189 зергерлік бұйым, 386 ұялы телефон, 550 әртүрлі киім-кешек, 16 миллион теңгеден астам ақшалай қаражат және тағы басқалар бар. Сонымен бірге ішкі істер органдары жаппай тәртіпсіздіктер барысында ұрланған қаруды іздеп тауып тәркілеу бойынша белсенді жұмыстарды жалғастыруда.
Бүгінгі таңда соның ішінде құқықтық тәртіп және қару жедел профилактикалық шараларын өткізу барысында жалпы 1729 қару мен 42.000 оқ дәрі анықталып заңсыз айналымнан алынды. Оның ішінде 13 граната атқыш, 6 оқ жаудырғыш, 169 автомат, 374 тапанша, 266 травматикалық және газды қару. Өткен 2 апта ішінде ғана 40-тан астам қару тәркіленді және олардың жасырын сақтайтын 125 орын немесе схрон жойылды. Мәселен, 4-ші шілде күні Алматы қаласында полиция қызметкерлері мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің бірлескен жедел іздестіру шараларының барысында қаруды бүркемеленген сақтау орны табылып, ол жерден Макаров тапаншасы, шолақ аңшылық мылтығы, травматикалық тапанша мен 30 оқ дәрі табылып алынды. Сол күні Тараз қаласында қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлерімен жаңадан салынған үйлердің арасындағы алаңқайдан 4 көз жасын ағызғыш гранаты, Калашников автоматының 60 оғы және Макаров тапаншасының 25 оғы табылып алынды. Сондай-ақ осы қалада 5-ші шілде күні полиция қызметкерлерімен тұрғын үйдің жанынан Макаров тапаншасы, жарық дыбыс гранатасы және әртүрлі калибрлі 54 дана оқ табылып алынды. 15-ші шілде күні Алматы облысының полиция қызметкерлері мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері бірлесіп, қаруды бүркемелеген кезекті сақтау орнын табып, сол жерден 12-ші калибрлі кесілген шолақ мылтық, 12-ші калибрлі аңшыл мылтық, газ гранатасы және 25 дана Макаров тапаншасының оқтарын тауып тәркіледі. Жүргізіп жатқан түсіндіру жұмысының нәтижесінде азаматтар мен ерікті түрде тапсырылған қарудың саны қазіргі таңда 212 бірлікке жетті. Бұл азаматтардың ешқайсысы қылмыстық немесе басқа да жауапкершілікке тартылған жоқ. Өкінішке орай, заңсыз айналымдағы ұрланған қарудың саны әлі де көп, олардың санын әріптесім жаңа атап өтті. Осы бағыт бойынша және елімізде заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бойынша ішкі істер органдары қажетті жұмыстарды жалғастыруда. Сондай-ақ қаңтар оқиғаларының барысында зардап шеккен азаматтарға келтірілген шығынның өтелуін қамтамасыз етуге барлық күш-жігеріміз жұмсалуда. Брифингті пайдалана отырып, азаматтарды тағы да қаңтар оқиғаларына қатысты кез келген ақпаратты ішкі істер органдарына хабарлауға және қару тапқан жағдайда оны өз еркімен тапсыруға шақырамыз. Назарларыңыз үшін рахмет. Уважаемые граждане, Министерство внутренних дел продолжается работа по расследованию январских событий. На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 381 уголовных дел, по которым под стражей остаются 10 подозреваемых лиц. Такое количество дел объясняется тем, что по большинству уголовных дел уже принято окончательное процессуальное решение. Так, на данный момент с обвинительным актом следователями органов внутренних дел в суд направлены 359 уголовных дел в отношении 589 подозреваемых лиц. Большинство из них привлекаются за совершение кражи во время массовых беспорядков, незаконное хранение оружия, их хищение, угона транспортных средств, грабежи и хулиганство. По результатам рассмотрения в судах состоялись приговоры в отношении 460 лиц, из них осуждены к ограничению свободы 371, к общественным работам 4, к штрафам 5, к лишению свободы 80 лиц, которые привлекались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, 13 человек судами освобождены от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и примирением сторон. Сейчас на рассмотрении судов остаются 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых. В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 миллионов тенге. В том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 550 единиц одежды и более 16 миллионов тенге наличности. Органами внутренних дел продолжается активная работа по поиску и изъятию ранее похищенного оружия во время массовых беспорядков. На сегодня, в том числе в ходе оперативно-профилактических мероприятий правопорядок и КАРУ, из незаконного оборота изъято 1729 единиц оружия и более 42 тысяч единиц боеприпасов. В их числе 13 гранатометов, 6 пулеметов, 169 автоматов, 374 пистолета, 276 травматического и газового оружия. Только за последние 2 недели изъято более 40 единиц оружия. Всего ликвидированы более 125 схронов оружия.
Так, 4 июля в городе Алматы сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками КМБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, травматический пистолет и более 30 боеприпасов к ним. 4 июля в городе Тарас сотрудниками уголовно-исполнительной системы МВД на пустыре между домами и новостройкой обнаружены и изъяты 4 слезоточивые гранаты, 60 патронов автомата Калашникова и 25 патронов пистолета Макарова. В этом же городе 5 июля сотрудниками полиции возле жилого дома обнаружены и изъяты пистолет Макарова, светозвуковая граната и 54 патрона разного калибра. 15 июля в селе Шамалган Алматинской области сотрудниками полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий совместно сотрудников КМБ обнаружен замаскированный схрон, где хранился обрез 12 калибра, охотничье ружье 12 калибра, 2 светошумовые гранаты, газовая граната и 25 патронов пистолета Макарова. В результате проводимой разъяснительной работы количество добровольно сданного гражданами оружия достигло уже 212 единиц. Ни один из них не привлечен к уголовной либо другой ответственности. К сожалению, в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия, количество которых озвучено представителем Генеральной прокуратуры. Органы внутренних дел продолжают работу по обеспечению законности и правопорядка в стране. Прилагаются все усилия к обеспечению возмещения ущерба гражданам, пострадавшим в ходе январских событий. И еще раз призываем добросовестных граждан сообщать в органы внутренних дел о любых информациях касательно январских событий, а также в случае обнаружения оружия добровольной сдачи в органы внутренних дел. Благодарю за внимание. Спасибо за предоставленную информацию, уважаемые телезрители. На этом мы завершаем пресс-брифинг о ходе расследований январских событий. Құрметті әріптестер, осымен баспасөз брифингін тамамдаймыз. Аман сау болыңыздар.